Ақтау қалалық соты облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысы болған Жамал Жаманбаеваға қатысты қылмыстық іс бойынша үкім шығарды. Анықталғандай, ол белгіленген лауазымдық міндеттері мен шектеулерге қарамастан 2020 жылы тамызда тиісті қаржы бөлінбей тұрып, 222 миллион теңгеге Центрофарм серіктестігі мен 6 жылжымалы рентген аппаратын бір көзден сатып алу туралы шарт жасасқан. Осылайша Жамал Жаманбаева әрбір жылжымалы рентген аппаратын жоғары бағамен сатып алуға ықпал ету арқылы мемлекетке 29 миллион 540 мың теңге залал келтірген. Сотталушы сотқа дейінгі тергеп тексеру кезінде кінәсін мойындап, келтірілген шығынды өтеп, кінәні мойындау туралы мәмілеге нысандағы процесті келісімге келген. Сот жаза тағайындау кезінде сотталушының кәмелетке толмаған балаларының барын, жұмыс орнынан берілген жағымды мінездемесін қылмыстық жауаптылықпен жазаны жеңілдететінін мән жайлар ретінде қабылдады. Ақтау қалалық сотының үкімімен осы кінәні мойындау туралы мәміле нысанындағы процестік келісім шарт бойынша сот үкім шығарып, Жаманбаева Жамал Әбдібекқызын Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 361 бабының 4 бөлігінің 3 тармағымен кінәлі деп тауып, оған 3 жыл 6 ай мерзімге бас бостандығын шектеуге және өмір бойына мемлекеттік қызмет органдарында қызмет жасауға айыра отырып, 3 жыл 6 ай мерзімге бас шектеу жазасына тағайындалып, және осы тағайындалған мерзімге пробациялық бақылау белгілеп, Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 44 бабының талабына сәйкес шектеулер тағайындады.